22 наурыз Улустың ұлы күні мерекесіне орай бүгін Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану музейінде Наурыз думан мерекелік кеші өтті. Бұл шара көктем мен жаңарудың символына айналған Наурыз мейрамын ұлықтауға арналды. Мереке басталмас бұрын музей ішінде оқушы балалар асық ату, бестас, арқан тартыс сияқты ұлттық ойындарға қатысып, ата-бабамыздан мирас болған дәстүрлермен танысты. Өлкетану мұражайы, тарихи өлкетану мұражайы бұл мына әрдайым жақсылықтың, жаңалықтың жарысы болып жүреді. Мұражайдың араласпайтын, қатыспайтын мәселелері жоқ деуге болады. Барлығына да өзінің қосып, өзінің тарихпенен байланыстырып, мұражай өзі үн қатып отырады. Бұл жағынан осы біздің мұражай, ол мына бүкіл осы облысымыздағы бүкіл мұражайлардың бәрінің ең үлкен негізі түп қазығы. Өйткені мынау Абай мұражайы да басқа мұражайларда осы мұражайдан кейін қалыптасқан, осы мұражайдан өркен алып өскен мұражай. Мұражай бір үлкен тамыры тереңге кеткен, басы ұшар зәулім жоғары кеткен үлкен бір ағашты елестетеді. Емен ағашын елестетеді. Ал енді мұражайдың қызметкерлері барлығы да жан-жақты дайындалып, әрбір кештерінің өзі үлкен мазмұнға толы болады. Сонымен қатар мынау қаламыздың оқу орындарының студенттерін, біздің келешегіміз жеткіншектерді шақырып, одан кейін үлкен ақсақалдарды, қарияларды шақырып, оларды қатыстырып, ұрпақтар сабақтастығын көрсетіп, оларға мынау үлкен адамдардан үлгі алу керегін, қандай өмірлік олардың тәжірибелерін көргілері келеді, соны үйренуін керектігін айтады. Ал үлкендер болса өздерінің тәжірибелеріменен бөлісіп, жастарға баталарын беріп, алғыстарын айтып, мынандай жақсылық қуанышты күнге баталарын беріп отырады. Ал енді былтырдан бері міне елімізде, міне 10 күн, Наурызнама біздің елімізде 10 күн тойланып жатыр. Және де әр күні келесінен де қызықты, өткеннен де қызықты болып келесі күні жарқырап жатыр. Елімізде осылай жарқырай берсін. Бәріміздің де басымыз аман болсын, аспанымыз ашық болсын. Біздің көк байрағымыз көк аспанда желбіреп тұрса екен деп тілеймін. Шараның шымылдығы ақсақалдың ақ батасымен ашылып, ізгі тілекпен жалғасты. Қазақтың қара домбырасымен дәстүрлі әндер шырқалып, айтыскер ақындар жыр сайысын өткізіп, халыққа өнерлерін паш етті. Наурыздың ажырамас дәстүрі қымыз мұрындықта ұмыт қалмады. Шараға жиналған көпшілікке көктемнің алғашқы қымызы ұсынылып, қонақтар ұлттық тағамдардан дәм татты. Бүгін енді Семей қаласындағы облыстық тарихи өлкетану мұражайында дәстүрлі түрде өтетін Наурыз мейрамы аталып өтті. Биылғы жыл енді Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен Наурызнаманың 10 күндік аясында Наурыз думан тақырыбында музей ішінде өнерпаздар жұмылдырып, айтыскер ақындар шақырылып, қаламыздың сыйлы қонақтары шақырылып, Наурыз тойы кішігірім тойланып өтті. Үлкен той енді 22 наурызға дейін жалғаса береді ғой. Бүгінгі іс-шарамызға келген барша меймандарымызға мың алғыс білдіреміз. Және де барша қала жұртшылығын, қала қонақтарын, қала тұрғындарын барлығын 22 наурыз ұлыстың ұлы күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Мерекелік кешке музей қызметкерлері, зиялы қауым өкілдері мен көп салалы колледж студенттері қатысып, Наурыз мейрамының ерекше сән салтанатына куә болды. Тоғжан Жебелова, Марат Сағынбаев, Алишер Абилов, ТВК 6 телеарнасы.